Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 2 сынып әдебиеттік оқу 63-ші сабақ өзіңді тексер тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта бөлім бойынша біліміңді тексеріп бағалайтын боласың. Бірінші тапсырма: әріптердің қайсысы дәруменнің атауын білдіреді? Балалар, бұл жерде бірнеше әріптер және де әртүрлі түстермен берілген екен. Енді осылардың ішіндегі дәруменнің атауын білдіретін ол бізде С витамині, Д, Е, А және де Ф дәрумендері екен. Енді екінші тапсырма: тиісті сөзді қойып, мақалдарды оқы. Денсаулық зор байлық. Дені саудың жаны сау дейді біздің қазақта осындай мақалдар бар. Бұл мақалдар текке айтылмаған балалар, сондықтан да өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Үшінші тапсырма: еңбек құралдарының жұмысын үлгі бойынша айт. Үлгі: кетпенмен топырақты қопсытады, балғамен шегені қағады, күрекпен топырақты көмеді, тырмамен жерді тырмалайды, арамен ағашты аралайды, қайшымен жіпті, матаны, тағы басқа нәрселерді қияды. Ал балтамен біз балалар ағашты жарады екенбіз. Төртінші тапсырма: аурудан аяған күштірек мәтіннің жанрын анықта. Бұл мәтіннің жанры балалар әңгімелеу жанрында жазылған мәтін болып табылады. Бесінші тапсырма: бұл кейіпкерлер туралы оқыған ертегі қалай аталады? Қай кейіпкердің суреті жоқ? Бұл суретте балалар біздегі зиянды әдеттің әлегі деген ертегі оқыған болатынбыз. Сол жердегі кейіпкерлер екен. Балалар, бұл жерде бізде тышқан кейіпкері жоқ екен. Келесі 6-шы тапсырма: сөйлемді оқы. Бұл үзінді қай мәтіннен алынған? Кәмпитті көп жейсің, содан тісің ауырады деп аяушылық білдірді. Ешкіні өзі қайырып келді. Бұл үзінді балалар Жамалдың өкініші мәтінінен алынған. 7-ші тапсырма: мәтіннің құрылысына байланысты тіркестерді ретімен жаз. Оқиғаның дамуы, басталуы, аяқталуы. Балалар, оқиғада бірінші басталады, яғни басталуы болады. Одан кейін ортасы дамуы болады. Соңы оқиғаның аяқталуымен бітеді екен. 8-ші тапсырма: Нығметтің денсаулығына пайдалы кеңес жаз. Нығмет қисайып, бүкірейіп отырады. Жазу жазса, кеудесімен үстелге жатып алады. Оқытушының Нығмет түзіп отыр, кеудеңді көтеріп жаз дегенін тыңдамады. Өсе келе Нығмет бүкіш болды. Бір иығынан екінші иығы аласа болды. Денесі қисық болып қалды. Мәтіннің авторы Мұхтар Әуезов. Балалар, енді Нығметке қандай кеңес берер едіңіздер? Орындықта отырғанда денені тік ұстап, басты көтеріп, түзу отыру керек. Адам жүргенде де аяқты түзу басып, тік жүру керек. Сонда денеміз түзу әрі сымбатты болып өседі. 9-шы тапсырма: денсаулық туралы оқыған мақалдарды есіңе түсір. Еңбектен асқан ем жоқ. Әуелгі байлық денсаулық, екінші байлық онсаулық, үшінші байлық ақжаулық. Үшінші мақал: таңертеңгі асты тастама, кешкі асқа қарама. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.